Достар, сәлем, қалдарыңыз қалай, жағдайларыңыз жақсы ма? Бүгін сіздермен бірге iHerb сайты туралы көптеген ақпарат айтуға тырысамын, және де омега-3 витамині туралы айтуға тырысатын боламын. Омега-3 дегеніміз ол балықтың майы. Балықтың майы дегенде балықтың майының ең сапалы, ең мықты деген бөлігі омега-3 деп айтылады. Ең құнарлы бөлігі омега-3 деп айтылады. Балықтың майы өте адам организміне өте пайдалы. Мидың бүкіл жұмыс жасауына осы балықтың майы басымызда негізі мидың құрылысында майлар. Соның жақсы жұмыс жасауына, адамның тез ойлануына, ақыл есінен айырылмауға көмектеседі. Омега-3 негізі қатыспайтын дүниесі жоқ. Ол адам организмінде холестерин деп айтады, жаман жирлар, трансжиры, вот эти накапливаются. Солардың бәрін шығаруға көмектесіп тұрады. Омега-3 именно мен өзім енді iHerb витаминдерін сатумен айналысам, iHerb витаминдерін елге халыққа таныстырумен айналысам, өзім ішем. 6-5 жылдың көлемі бойынша осы опытыма сәйкес қана айта аламын да, басқа білмейтін фирмалардікінен айтамайды екенмін. Неге айтам сіздерге американский, европейский сападағы омега-3 алу керек деп? Бұлар мүмкін қымбатта шығар, десек те бұлар өте таза. Бұлар кәдімгідей мұхиттың астындағы жабайы дейміз ғой, жабайы әлемдегі балықтың майынан алынған омега-3. Құнарлы, таза. Сосын кейін олар американецтер балықтың етінен вырабатывают омега-3-ді. Ал мына ресейлік сияқты арзан омега-3-лер аптекада толып тұрған, олар бауырдан алады балықтың. Және тоғанда өсіріледі. Олар қолдан өсіріледі. Сондықтан оның бауыр деген ең сондай фильтр ғой, бүкіл шлакты, бүкіл жаман нәрсені организмдегі сіңіріп алатын, оттан олардың сапасы төмен болып келеді. Сондықтан старайтесь омега-3-ді мықты, жақсы американский платформалардан алуға тырысыңыздар. Енді мен білмейтін де американский нелер бар шығар, фирмалар. Оларды ішпеңіз деп айтпаймын, ішіп көріңіз, бірақ міндетті түрде, чтобы европейский жақсы сапалы омега-3 ішу керек. Мына мен ұстап отырған омега-3 бұл қатты үлкен дозада емес. California Gold Nutrition деп жазылып тұр. Бұл iHerb деген платформаның өзінің собственный фирмасы. iHerb деген платформа әртүрлі компаниялардың витаминдерін сатумен айналысқан. Сосын уже дамып келе, қазір жағдайда уже өзінің фирмаларын, брендтерін шығарған. Брендтері бірнешеу, және де барлығы витаминдер шығарады. Және сайт ашып қалған кезінде, достар, байқасаңыздар, егер мені көріп отқан қыздар басынан iHerb'ті заказ беретін қыздар деп ойлаймын, олар білетін қыздар деп ойлаймын, мынандай витаминдерді алдына шығарып қояды сайтта. Неге? Өйткені өзінің продукциясы әркім бірінші витринада тұрады ғой, сол сияқты өзінің продукцияны өтсін деген ниетте бар шығар, осы витаминдер алдыға шығып тұрады. Доза мына жерде көп емес, және де күніне 2 штук деген. Мен 2 штук ішкен кездерім болды, қазір мен бірақ 1 штук қана ішем. Кішкене капсулы большие, но ол деген мынандай үлкен болып келеді, бірақ ешқандай дәмі жоқ вообще. Ішкен кезде де ешқандай балықтың да дәмі сезілмейді. Бірақ сонда да кеңес берем, екеуін Д3 мен омега-3 бірге ішіп жатсаңыздар, екеуін перед завтраком болса кашаның, одан кейін каша нанға май жағып солай жеуіңіз керек. Өйткені бұлар жирорастворимый, то есть маймен жақсы сіңеді организмге. Сумен емес, именно маймен сіңетін витаминдер. Егер түсте тамақ ішіп жатсаңыз, тамақтың алдында ішіп алыңыз. Міндетті түрде, өйткені мысалы тамақтың ортасында ішіп жатсаңыз, кішкене балықтың майының дәмі келуі мүмкін да, дискомфорт создавать етуі мүмкін. А так тамақтан бұрын ішіп алсаңыз, артынан плотно тамақ ішіп алсаңыз, ешқандай разницасын білмейсіз. Омега-3, сосын кейін сайтта антарктический криль деген бар. Ол омега-3-дің 38 рет самый улучшенный версиясы. Ол да түрін алсаңыз болады, антарктикалық криль деп айтылады. Сосын кейін омега-3-дің балаларға да арналған түрлер бар. Значит, менде Now деген фирманыкі. Now деген фирма. Так, покажу вам. Вот такие. Балық сияқты болып келеді. Тоже ешқандай приятный бар, тәттінің дәмі келеді. Өйткені балаларға болғасын, бұлар іші бірақ жидкий болып келеді, мынандай сырты желатин ғой. Тоже балалар с удовольствием жеп алады. Бәрі дозасы, бәрі көрсетіліп тұрады. Күніне нешеден ішесіз, бәрі көрсетіліп тұрады мына жерде.
сол үшін да мен iHerb сайтқа өте риза боламын. Витаминдердің бәрі прозрачный, бұл жерде ешқандай жасыру деген жоқ, как есть солай көрсетіп тұрады. Өте сапалы. Осы уақытқа дейін менде әртүрлі фирмаларды көремін қазір, корейский, турецкий. Сосын дозаларын қарасам, дозалары азырақ болады да, и және де бағалары даже қымбаттары болады, арзандықтары да болады. Но басқа фирмаларды ішейін десем, сапаларына қараймын да, лучше мен iHerb'тан алайыншы деймін да. iHerb'та сапалы, өзім дозаларын білем, бағалары да доступный, сравнительно да. Сондықтан мен ойлаймын, лучше мен сапалы витамин алайын. Дозасы жақсы, зато ішкен кезде ол өнімді әсер етеді да. Сондықтан желательно осындай сапалы витаминдер алыңыздар деймін. Бүгінгі ақпаратым омега-3 туралы осылай. Тағы да мен ұмытып кеткен, сіздер білгілеріңіз келген жағдайлар болса, маған комментарийға жазыңыздар, міндетті түрде жауап беретін боламын достар. Барлықтарыңызға рахмет, маған тіркеліп қолдап отырыңыздар. Сау болыңыздар.